Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге ұсынылып отырған бейнеролик 5-ші сыныптың оқыту қазақ тілінде өтетін қазақ тілі пәніндегі 3-ші бөлім отбасындағы салт-дәстүрлер тақырыбындағы жазылым 5 оқу мақсаты бойынша жасалып отыр. Бейнероликтің тақырыбы оқылым, тыңдалым мәтіндері негізінде жинақы мәтін жазу. Оқылу мақсатына келсек, ол жазылым 5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Жазылым жұмысына кіріспес бұрын алдымен оқушыларға жазылым алдындағы ой шақыру сұрақтары қойылады. Бұл оқушылардың жазылым тақырыбында ой жинақтау үшін қажетті бөлім. Ең алдымен оқушылардан қандай ұлттық салт-дәстүрлерді білетіндігі, отбасында қай салт-дәстүрлер жиі қолданылатындығы сұралады. Оқушылар өз ойларын ортаға салып, білетін салт-дәстүрлер мен үйлерінде жиі орын алатын дәстүрлерді, ол дәстүрлер қалай орындалатындығы және салт-дәстүрлердің маңызы туралы қысқаша айтып, өз ойларын ортаға салады. Салт-дәстүрлер туралы оқушылардың ойларын тыңдап болғаннан кейін, оқушыларға ұлттық салт-дәстүрлер туралы оқылым және тыңдалым мәтіндерімен жұмыс жүргізілетіндігі айтылады. Алдымен ұлттық салт-дәстүріміз ұлттық тәрбие бастауы тақырыбында оқылым мәтіні ұсынылады. Оқушылар мәтінмен жұмыс жасауда орындалатын тапсырмалармен танысып, алдымен оқылым мәтінін мұқият зейін қоя отырып оқиды және мәтіндегі негізгі тірек сөздердің астын сызады. Бұл оқушының жазылым барысында мәтін мазмұнын есте жақсы сақтау үшін қажетті жұмыс. Оқушылар мәтінді оқып, тірек сөздердің астын сызғаннан кейін топта мәтіннің қысқаша мазмұнын айтып, еске түсіреді. Оқылым мәтініне байланысты тапсырмаларды орындап болғаннан кейін қазақтың дәстүрлері тақырыбындағы тыңдалым мәтіні ұсынылады. Мәтінде ұлттық салт-дәстүрлер дәріптеліп, оларға деген құрмет туралы айтылады. Оқушыларға алдымен тапсырма шарты тағы бір қайталап ескертіледі. Оқушылар тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап, мәтіннен салт-дәстүрлер атауларын дәптерлеріне түсіреді. Тапсырма мәтінді тыңдап болғаннан кейін жұппен орындалады. Бұл яғни тыңдалымдағы салт-дәстүрлер атауларын дәптерге түсіру оқушылардың тыңдалым мәтіннің мазмұнын есте сақтаулары үшін көмек болады. Тыңдалым тапсырмасы орындап болғаннан кейін оқушылардан оқыған және тыңдаған мәтіндерінің мазмұндарын топта қысқаша еске түсіріп өту ұсынылады. Оқушыларға жазылым тапсырмасын орындайтындықтары туралы және жазылым тапсырмасының орындалу реті қалай болатындығы таныстырылады. Оқушылар алдымен жинақы мәтін деген қандай мәтін, жинақы мәтіннің қандай түрлері бар екендігін және жинақы мәтін жазуда нені ескеру керектігін еске түсіреді. Оқушыларға көмек болу үшін тақтаға есте сақтай қағидарымен шығарып қойылады. Жинақы мәтіннің тезис, аннотация, презентация, конспект, схема, тезистік жоспар, ықшамдалған мәтін сияқты түрлері бар. Есте сақтайтын жайт, жинақы мәтін түпнұсқа мәтіннен 75%-ға дейін қысқа болады. Егер кітап болса, түпнұсқа мәтіні 99%-ға дейін ықшамдалады. Жинақы мәтінге өз ойын қосуға болмайды. Жинақы мәтін тек автор идеясынан ғана тұруы тиіс. Оқушыларға жинақы мәтіннің конспект немесе ықшамдалған мәтін түрлерін жазу беріледі. Оқушылар жинақы мәтіннің жазылуын ескере отырып, алдымен алғашқы нұсқасын, сонан кейін өңдеу немесе қайта редакциялау жұмысын жасап, соңғы нұсқасын жазады. Оқушылар жазылым жұмысының соңғы нұсқасын жазып, бітіргеннен кейін жұбымен, яғни көшісімен дәптерлерін алмастырып, бір-бірінің жазылым жұмыстарын оқып шығады. Жинақы мәтіннің де ескерілуге тиіс тұстары есепке ала отырылып, жазылғандығына көз жеткізгеннен кейін жұмыс соңына бір ұсыныс, бір тілек жазу арқылы бағаланады. Осылайша оқушылар жинақы мәтіннің жазылуын үйренеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.